Сен Аллаху Акбар деп тәкбір алып намазға тұрғанда ғана Алланың алдында емессің негізі. Әрбір нәрсені біз әр нәрседен Алланың құдіретін, Алланың ілімін сезе алсақ, сенің иманың артады, сенің Алламен байланысың нығая түседі. Алла 24/7 сені сенен де артық білет, көреді. Саған сенен де жақын Алла Тағала. Камера түсіріп жүрсе қазір, камера түсіріп отырған кезде қалай жүріп тұрасың? Сөзіңе мән бересің, ісіңе мән бересің, солай ма? Тап солай. Камера ол мүмкін өшіп қалған болуы мүмкін. Камера ертең дұрыс түсірмеген болуы мүмкін. Соның өзінде сен сөзіңе, ісіңе, жүріс-тұрысыңа мән бересің. Алла ұйықтамайды, қалғылмайды, тірі. Әрине 24/7 емес, 25/8 сен Алланың назарындасың. Оны түсінген адам әрине әр нәрседен Алланы таниды, Алланың есім сипаттарын шағылысын көреді. Алла Тағала өте анық та бар екендігі. Өте анық. Анықтықтан біз оны байқамаймыз. Мысалға, жарық. Жарықты көресің бе сен? Әрдайым жарық болып тұрса, әрдайым сен жарықтың өзін түсіне алмайсың. Ол бар деп те білмейсің. Түн болған кезде жарықты білесің. Алла Тағала нұр ғой. Сондай анық, сондай жарық, сондай Алланың бар екендігі анық, сол анықтықтан көре алмаймыз біз.